Сәлеметсіздер ме 5 сынып оқушылары, біз бүгінгі видеода қазақ тілінен 1-тоқсанға арналған бірінші бұжырба жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: берілген тірек сөздердің негізінде жұбыңыздың мәтінін болжаңыз. Бізге екі мәтін бойынша тірек сөздер берілген. Осы тірек сөздерді қолданып, жұбымыздың мәтіні не туралы болатынын болжауымыз керек. Бірінші мәтін: бұл тірек сөздерге қарап, мәтін тілдің халықтар арасындағы достықты нығайтудағы рөлі туралы болатынын болжауға болады. Мәтінде тілдің ұлттар мен халықтарды біріктіретін, олардың мәдениетін, дәстүрін сақтауға және ұрпақтан ұрпаққа жеткізуге көмектесетін маңызды құрал екендігі баяндалуы мүмкін. Келесі екінші мәтін бойынша: тірек сөздерге қарап, мәтін шет тілін үйрену және оның маңыздылығы туралы болады деп ойлаймын. Мәтінде тіл үйренудің әдістері, шет тілінде дұрыс сөйлеу және оны меңгеру жолдары туралы баяндалуы әбден мүмкін. Сонымен қатар, шет тілінде дұрыс сөйлеп, емін-еркін қарым-қатынас жасау арқылы жаңа мүмкіндіктерге жол ашу мәселесі де қозғалуы ықтимал. Келесі екінші тапсырма: мәтіндермен жұпта алмасыңыз. Жұбыңыздың мәтінін тыңдаңыз. Мәтін мазмұны бойынша жұбыңызға 2 сұрақ дайындаңыз. Осы берілген 2 мәтінді оқимыз да, жұбымызға 2 сұрақ дайындаймыз. Бірінші мәтін бойынша сұрақтар: тілдің халықтар арасындағы достықты нығайтудағы рөлі қандай? Келесі сұрақ: адам алдымен өз тілін білуі қажет. Одан кейін неше тілді білсе де артықтығы жоқ. Сіз бұл пікірмен қаншалықты келісесіз? Екінші мәтін бойынша бірінші сұрақ: шет тілінде дұрыс сөйлеудің маңызы неде? Шет тілдерін өз бетінше үйренудің тиімді әдістері қандай? Осымен бұжырба тапсырмасы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.